Сәлеметсіздер ме? Ағылшын тілін үйренушілер, оқырмандар, оқушылар, немесе студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тақырыбы to be or to do. To be және to do. Неге бұл тақырып? Сіздерде ылғи мынандай сұрақ қойылуы мүмкін, иә? Неге біз үнемі present simple'де am, is, are дегенді өтеміз деп? Өйткені ол базовый, оны білу керексіздер. Сондықтан бұл to be, to do негізгі етістік болып табылады, бірақ оның өзіндік айырмашылықтары бар. Осыны жақсылап түсініп алсаңыздар. Мысалы, I'm read, I'm right, incorrect, дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Өткен am, is, are деген көмекші етістіктерден кейін ешқашан негізгі етістік түбі осылай жүрмейді, осылай болмайды, дұрыс емес. Неге? Себебі am, is, are деген көмекші етістіктерден кейін зат есім, сын есім және сан есім жүреді. Мысалы, I'm a doctor. Доктор қандай? Зат есім. Сондықтан не жүріп тұр? Am жүріп тұр. I'm 15 years old. Сан есім. Сондықтан қандай цифрды көріп тұрсыздар? Санды. 15 деген, е? Мен жасым 15-те. Мен дәрігермін. Енді соңғысына назар аударсаңыздар, I'm beautiful. Мен әдемімін. Әдемі деген не? Ол сын есім. Сондықтан мына am, is, are деген көмекші етістіктерден кейін көбінесе бізде осы структура деп айтамыз, осы форма жүреді. Енді қарасаңыздар, I'm read, I'm right деген incorrect, дұрыс емес болғандықтан дұрыс жауабын жазып қойып отырмын. I read, I write. Барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі тақырыпқа шолу жүргізсек.